Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Қазақ бренд каналы. Ұлттық құндылықтарды дәріптейтін каналға қош келдіңіздер. Ауылдың дәмін сағынып, қазақы болмысты көргіңіз келсе, алдымен каналға тіркеліп, пайдалы ақпараттардан құр қалмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал ендеше біз бастаймыз. Бұл каналдан сіздер қазақтың ұлттық тәттілерін, ұлттық әшекей бұйымдарын, ұлттық киімдер мен ұлттық өнімдерді, салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптар турасындағы видеоларды көре аласыздар. Оның барлығын осы Қазақ бренд ұлттық тәттілер дүкенінің өнімдерінен ала отыра көрсететін боламыз. Олай болса, бүгінгі алғашқы шығарылымда осы дүкеннің қандай мақсатта ашылғанын, Қазақ бренд дүкенінің негізін қалаушы, иесі, кәсіпкер, көп балалы ана Кәкімбек Гүлнұр Өміржанқызының өз аузынан естіп көрейік. Бұл идея негізінен отбасылық хоббидан басталған бизнес. Бала-шағамның дастарханға дайындап жүрген тәттілерді әлеуметтік желі арқылы жарнамалап, солай сұраныс туа бастады. Сондықтан да дәл осы сұранысты қанағаттандыру мақсатында осындай Қазақ бренд дүкенін ашу идеясы келді. Қазақ бренд дүкені 2022 жылдың 28 қыркүйегінде Қостанай қаласы Павлов 64 мекенжайында ресми түрде шағын ғана дүкен боп тұсауын кесіп жұмысын бастаған. Содан бері мыңдаған тұтынушының жүрегін жаулап, атына заты сай брендке айналды. Әрбір ана сүттен айран ұйытып, сүзбеден құрт дайындауға, талқаннан жент жасауға уақыты бола бермейді. Сондықтан да дәл осы олқылықтың орнын толтыру үшін біз Қазақ брендті осындай ұлттық тәттілермен толтырдық, және соны бүгінгі ұрпаққа заманауи кейіпте енгізе алдық, және соның дәмін қайтадан естеріне түсіре алдық. Сол себепті бұл қазақтың бренді болуға тиіс. Иә, Қазақ бренд қазір бүкіл қазақ елінің брендіне айналды. Себебі дүкен ашылмай тұрып-ақ, Қазақ бренд Гүлнұр Өміржанқызының еңбегінің арқасында 2021 жылы үздік Қостанай тауары, 2022 жылы бір ауыл бір өнім жобасының жеңімпазы, 2023 жылы Қазақстанның үздік тауары атанып, биыл Астана қаласында өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысып келді. Қазақ бренд өнімдерін Қостанай тұрғындары ғана емес, бүкіл Қазақстан, тіпті шетелдіктер сүйіп жейді. Сондықтан бұл күллі қазақ елінің бренді болуға тиіс. Қазақ бренд дүкенінен сіздер ең алдымен тары талқаннан жасалған дәмді, жентті, талқан мен тарының өзін, сүт өнімдері, қайнатылған құрт, қайнатылған ірімшік, жент, ірімшіктен жасалған заманауи түрдегі рафаэлланы, шербетті, сарсуды, одан қалды сүт өнімдері, сиырдың сүтінен, түйенің сүтінен жасалған құрттарды, қайнатылған құрт, сүзбе құрт, йогурт дәмдері келтірілген құрттарды таба аласыздар. Сонымен қатар дәл осы Қазақ бренд дүкенінен қазіргі таңда сіз тек қана тәттілер ғана емес, сонымен қатар ұлттық әшекей бұйым, ұлттық киім, және де үйіңізге арналған, қызыңыздың жасауына арналған дәл осындай ұлттық нақыштағы, ұлттық стильдегі көрпе, жастық, дәл осының бәрін сіз біздің дүкеннен таба аласыздар. Тек қана ұлттық тәттілерді ұсынған кішкентай Қазақ бренд 2 жылдың ішінде 15 түрлі қазақтың ұлттық тәттілерін, ұлттық киімдер мен әшекейін, Қостанайда бұрын соңды болмаған қыз жасауын жарыққа шығарды. Бүгінде Қостанайда 3 дүкен ашылды. Қазақ бренд дүкендерін Қостанай қаласының орталығынан Павлов 64 мекенжайынан, КСК ауданында Қобыланды Батыр 30 және Заречный ауылындағы Солнечный супермаркетінің жанындағы Қазақ бренд дүкенінен таба аласыздар. Сондай-ақ Жітіқара қаласындағы National Style магазины және де сол дүкеннің Лисаков қаласындағы филиалынан да аласыздар. Амангелді ауданындағы Сұлтан дүкенінен дәл осы Қазақ бренд өнімдерін таба аласыздар. Қазақстанның кез келген қаласына жеткізу бар. Қалада тұрып ауылдың дәмін сезінгіңіз келсе, ендеше Қазақ бренд дүкендеріне келіңіз. Қазақтың ұлттық өнімі біздің ата-бабамыздан келе жатқан аманат. Соны әрі қарай келер ұрпаққа жеткізу бізге міндет. Ендеше Әлихан Бөкейханов атамыз айтпақша, тірі болса қазаққа қызмет етпей қоймаймыз деп алғашқы шығарылымды аяқтаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұлттық өнімдер туралы ұлттық ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, келесі шығарылымнан қандай өнімді көргіңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіз. Және ауылдың дәмін сағынған жақындарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Қазақ бренд каналы.